Сәлем достар, ол IT Алматы компаниясының келесі сабағына қош келдіңіздер. Енді сіздерге алдыңғы сабақтарда берілген және де соңғы сабақтардың барлығын жібермей қарады деген үміттемін. Және сіздер бізге қажетті мағлұматтарды алып, сабақты ары қарай жалғастыруға дайын деген ойдамын. Олай болса, біз қазір былай жасаймыз. Енді алдыңғы сабақтарда сізге мынандай мағлұматтың қайдан келетіні, яғни PS компаниясының ұсынып отырған хостингі және домені алынды. Соның арқасында бізге ұзақтағы серверге қазір кіру мүмкіндігі бар. Және бізге осы бүкіл әлемге таныстыратын веб парақшаларын осы жерге орнатып, олардың серверіне орнатып, бүкіл әлемге таныстыруға біздің мүмкіндігіміз бар. Енді олай болса, бұл мағлұматтарды танысты деген оймен, мен қазір осы жерге өзімнің мағлұматтарымды енгіземін. Және осы жерге мен кіріп, сіздерге сабақтың ары қарай қалай өрбитінін сіздерге көрсетемін. Яғни мен қазір барлық мағлұматты енгіземін мұнда. Міне, мен қазір PS компаниясының өзімнің берген аккаунтыма кірдім. Және бұл жердегі барлық мағлұмат сіздерге таныс деген ойдамын. Егер таныс болмасаңыздар, сіздерге бұл сабақтың және сіздердегі HTML-ді үйренудегі сіздің басты мақсатыңыз не? Сіздің болашақта ол мағлұматтарды, яғни ол алған білімді қалай қолданысқа енгізіп, қалай пайдаға жарата алатыныңызды түсіну үшін өте маңызды. Сондықтан, егер сіз алдыңғы сабақтарды жіберген болсаңыз, онда алдыңғы сабақтарды қарап шығуға мен бәрібір кеңес беретін едім. Сондықтан енді сіздің қалауыңыз бойынша қажетті білімді алды деген оймен, мен қазір мына жерде файлы нүктесін басамын және бізге қажетті парақшаға өтемін. Міне PS компаниясының ұсынып отырған хостингі және домені бізге берген папкалердің ішінде, міне мына папкалердің барлығы осы PS компаниясының Linux дистрибутиві, яғни CentOS-тың орнатылған серверлері бар, сол серверлердің файлдары. Яғни бұл жерде Apache, MySQL, содан кейін PHP барлық бағдарламалар орнатылған, және бұлар веб сервер ретінде қызмет атқарады, яғни веб парақшаларды бүкіл әлемге таныстыруға бізге мүмкіндік береді. Соның ішінде ең қызықтыратыны, яғни осы веб парақшалардың орнатылатын папкасы, ол бізде HTTP docs деп аталынды. Сондықтан мен қазір осы папканы ашамын және осы жердегі мағлұматтарды кішкене сізге таныстырамын. Енді алдыңғы сабақтарға назар аударған болсаңыз, ол сабақтар осы WordPress сабағынан бөлініп алынды, және онда WordPress-ті орнату және WordPress-тің көмегімен сайт жасау және оны бүкіл әлемге таныстыру сабақтары болған. Енді біз HTML-ді қарастырып отырмыз, сондықтан HTML-дің көмегімен осы жерге қалай папкаге, осы HTTP docs папкасіне біздің мағлұматтарды орнатамыз және оны қалай әлемге таныстырамыз деген сұраққа келеміз. Енді WordPress-ті неге айтты деп сіз тағы да қобалжымаңыз, тек WordPress-ті ол сізге мүлдем қажеті жоқ деп есептеңіз. Мына жерде ешқандай файлдар болмады деп есептеуіңізге болады. Сондықтан мен қазір былай жасаймын. Мына жерде мысалы папка жасау, ол шынында өте оңай. Мысалы создать деген нүктені басамыз және создать папка нүктесін басақ, біз осы жерге кез келген папканы жасауға мүмкіндігіміз бар. Енді мен қазір HTML сабағы болғандықтан, мысалы HTML және CSS деген папка жасап көрейін, мысал ретінде. Білесіздер ме, былай қосып жасай салайық. Одан соң мен OK нүктесін басамын. Міне қарап отырсаңыздар, бізде HTML, CSS деген қазір жаңа папка пайда болды. Және бұл папканы мен қазір ашамын. Одан кейін осы папканың ішіне бізге мен алдыңғы сабақта танысқан қарапайым өзіміздің екі файлдың бірін жүктеп, және осы файлдардың бүкіл әлемге интернетке қалай таныстырылатынын көрсетемін. Яғни, мына файлды біз оңай қарапайым осы бірінші Notepad-тың көмегімен жасап көрдік. Одан кейін екінші бізге ыңғайлы болу үшін осы Notepad++ бағдарламасын жүктеп алдық, және осының көмегімен біз осы файлды жасадық. Енді былай жасаймыз. Қазір біз осы tutorial 2 файлын доменге, яғни сатып алынған хостинг компанияның веб серверіне жүктейміз, және осыны бүкіл әлем қалай көретінін көреміз. Яғни мен қазір мында файлды жүктеу нүктесін басамын, және міне көріп отырғандарыңыздай tutorial 2, мысалы жұмыс үстелінде HTML және CSS папкасы, соның ішінде tutorial 2 біздің файлды таңдаймын, және мен осыны ашу нүктесін басып, бізге міне қарап отырсаңыздар, осы файлды жүктедім. Енді мен қараңыздар, мен мына еш нәрсе жаппаймын, қазір қосымша парақша ашамын, және осы жерге біздің файлдың орналасқан нүктесін іздеп тауып көрейін. Яғни мен артқа нүктесін бір басайын, және мен көреміз. Міне, яғни біздің домен орналасқан, ол бізде доменіміз All IT Алматы компаниясы, және осының соңында слэш, одан кейін
слештен кейін, яғни бізде ол түпкі папка, оны біз тек қана осы слештің көмегімен білдіреміз. Яғни слеш деген ол түпкі папканы білдіреді. Одан кейін бізге қажетті папканың атын тереміз. Ол бізде HTML және CSS деп тұр. Мен қазір сол папканы теремін. HTML және CSS. Одан кейін тағы да бір слеш жасаймыз. Және бізге қажетті файлдың атын тереміз. Яғни tutorial 2 HTML. Міне мен қазір tutorial 2 HTML деп теремін және Enter нүктесін басамын. Міне қарап отырғандарыңыздай, біздің алғашқы HTML сабақтарына қош келдіңіз деген біздің алғашқы жазуымыз қазір осы файлдан жүктеліп, бүкіл әлемге көрсетіліп тұр. Яғни әлемнің кез келген түпкірінен кез келген адам осы мекен жайды теретін болса, онда оның көретін мағлұматы, яғни біздің алғашқы HTML сабағына қош келдіңіз деген мағлұматты оқиды. Енді бұл әрине оған ешқандай мағлұмат бермеуі мүмкін, және біздің түпкі мақсатымызды, яғни көздеп отырған мақсатымызды көрсетпеуі мүмкін, себебі біз бүкіл әлемге тек қана осы HTML сабақтарына қош келдіңіз деген бір ғана сөзді жариялағымыз келмейтіні анық. Бізге кереметтей сайт жасау керек, яғни мүмкін сіздер ойлап отырған шығарсыздар, мен қазір бір сайтты ашайын, мысалы Евроспорт сайты, міне қарап отырсаңыздар, мұнда берілген мағлұматтың саны өте көп, және мұнда суреттер бар, неше түрлі видео файлдар бар, яғни медиа файлдардың да түрлері өте көп. Сондықтан оның барлығын қалай жасаймыз деген сұрақ келсе, ол енді әрине осы HTML алғашқы қадам деп айттым. Сондықтан HTML-ді оқып, бірінші осы берілетін мағлұматтарды қалай, яғни таңбалау, қалай дұрыс орналастыру, соның барлығын қарастырасыз. Одан кейін сіз болашақта тағы да қосымша интернеттен мағлұматтар, яғни интернетте программалау тілдері және осы сайт жасауды сәндеуге, әрнектеуге мүмкіндік беретін программалау тілдерін оқуға мүмкіндігіңіз ашылады. Енді алайда бізде HTML ол түп тамыры, сондықтан HTML-ді оқуды жалғастырайық. Енді бізге бұл біздің алғашқы HTML сабағына қош келдіңіз деген сөз шықты. Онда оның қалай өзгертілетінін, HTML-дің қалай мұнда жұмыс жасайтынын кішкене тағы да көріп кетейік. Одан соң біз осы доменде, хостингте бүкіл әлемге интернетке жұмыс жасайтын папканы әзірге жабамыз. Одан кейін бізге қажетті осы жергілікті компьютерде жұмыс жасауға тырысамыз. Себебі сіздердің көбіңіз хостинг және доменді сатып алмағаныңыз анық. Себебі оған әзірге сіз таныс емессіз бір жағынан, одан екінші жағынан мүмкін әлі жұмыс істеуге толық дайын емес болуыңыз мүмкін. Енді біз былай қазір тағы да бір қызық мағлұматтар енгізіп көрейік. Мысалы, мына жерге тағы да біздің алғашқы HTML сабақтарына қош келдіңіз деген жерді, мысалы, мен қазір бір тағы да HTML-дің тегін енгіземін, яғни ол тег бізде strong деп аталынады, және мен мұнда тағы да strong тегін тағы да теремін, яғни жабамын. Одан кейін осы тегтің қалай бізге әсер еткендігін көреміз. Мысалы, мен қазір осыны сақтау нүктесін басамын, және осы файлды қайтадан осы хостинг компанияның сайтына жүктеймін, яғни серверіне жүктеймін. Енді загрузить файл нүктесін басамын, және tutorial 2 нүктесін файлын ашамын, және заменить нүктесін басайын. Енді мен осы сабақты, яғни бізді қарап отырсаңыздар, міне бізде қазір алғашқы сөздер ол қарапайым, яғни ешқандай өзгешелік жоқ. Егер мен осыны жаңартатын болсам, міне қарап отқандарыңыздай бірден қазір қою, қанық түске өзгергенін көріп отырсыздар. Ол осы HTML-дің тағы бір тегі, міне мынау strong тегі болады. Енді бұның барын мен сізге тек қана қарапайым осы HTML-дің интернет әлемінде қалай жұмыс жасайтынын таныстыру үшін көрсетіп отырмын. Бұл тегтердің барлығымен болашақта жеке-жеке тағы да келесі сабақтарда танысамыз. Енді көріп отқандарыңыздай, бізде енді әлемнің кез келген түкпірінен ашқан адам, ол осы сөздерді осындай қою түрінде көреді. Енді біз мұнда көптеген мағлұматтарды енгізіп, сурет енгізіп, видео файлдар, медиа файлдар барлығын енгізуге біз қарастыруымыз керек болашақ сабақтарда. Сондықтан сіздер HTML-дің қалай жұмыс жасайтынын, қайда жүктелінетінін көріп, сіздерге таныс болды. Сіздердің HTML сабағын оқығандағы болашақта алатын нәтижелеріңіз қандай екенін алдын ала көрсетіп кеткім келді. Олай болса, енді бұл файлдың сіз әрине бұлай жасамайтыныңыз анық, себебі бұл міне көріп отқандарыңыздай olIT-almaty.kz, одан кейін HTML және CSS папкасы, оның ішінде tutorial 2 деген файл ашылды. Бұның барлығын кез келген адам іздеп таба алмайды, және бұл өте ыңғайсыз. Сондықтан болашақта қалай осы тек қана olIT-almaty.kz сайтын тергенде, осы алғашқы парақшаның бірден ашылатынын, қалай жасалынатыны, соның барлығы болашақ сабақтарда көрсетіледі. Енді олай болса, мен әзірге
түсінікті болды деген ойдамын. Яғни бұл жерге шын айтқанда, яғни tutorial файлын қалай өзгертсек, қалай өзгерістер жасасақ, ол солай бізге өзгеріп кете береді. Яғни мен тағы да бір өзгеріс жасап, сіздерге тағы бір көрсетіп кетейін. Мысалы, мынаны біз қазір италик жасаймыз, яғни тағы да мен бір HTML-дің тегін енгізіп отырмын. Ол бізде i деген әріппен белгіледі, және бұл италик деген мағынаны білдіреді. Мен енді қазір тағы да сақтау нүктесін басайын, және тағы бір жүктеп, оның әсер ете ме, соны тағы бір көрейік. Загрузить файл нүктесі. Міне мен жергілікті компьютерден, яғни өзімнің жергілікті компьютерімнен осы файлды қазір жүктеп отырмын. Міне, яғни PS компаниясының серверіне жүктеймін, және ол файлды ауыстырамын. Және бізге осы бүкіл әлемнің түкпірінен, яғни кез келген әлемнің түкпірінен осы файлды нақты URL адресін енгізген адамға осы файлдың тағы да өзгеретінін көреміз. Міне, көріп отқандарыңыздай бізде файл тағы да енді қисайып, яғни курсив түріне ауысты. Енді HTML-дің қалай жұмыс жасайтыны, оның бүкіл әлемге қалай парақшаларды жариялайтыныңыз нақты көрінді деген ойдамын. Олай болса, мен әзірге мына файлдан, яғни осы PS компаниясының аккаунтынан мен өзімді қазір шығамын. Және бір нәрсе айтатын болсам, сіздерге осы қазір сабақты көру барысында осы файлдың осылай тұратынын сіздер көресіздер деген ойдамын. Сондықтан мен оны өзгертпеймін. Сіздерге тек қана осы мекен жайды теру керек, яғни интернеттен. Одан кейін сіздер осы мына берілген мағлұматты оқи алады деген ойдамын. Және сізге сабақты оқуға қызықты және бір жағынан түсінікті болады деген оймен әзірге ол файлды мен өшірмеймін, қалдырамын. Олай болса, келесі сабақтарға кірісеміз, HTML-ді ары қарай оқуды жалғастырамыз.